Саусақтарыңызды аямай лайк басып тастаңыздар. Лентаға көбірек шығып, жаңағы тұруға жақсы. Жұрттық томның ішінде жүрген, жоқшылықта жүрген, мүмкін ілімі де, білімі де жоқ, мүмкін ұрыс киімі де жоқ. Сондай бір дұғасы кері қайтпайтын Құдайдың сүйген құлдары болады. Солардың құлағына жетіп, солар дұға жасасыншы дедік қой. Ана имамдар айтсын деді. Имамдар дұға жасап қабыл болады дегенге мен де сенбеймін. Сол ана жамағаттың ішінде не бір Құдайдың сүйікті құлдары бар. Солардың құлағына жетпей жатыр Қытайда қазақтардың қамалған. Деп біз қаншама 100 мәрте, 16, 17, 18, 19 мешітте имамдарға жамағат ретінде біздің жігіттер барып өтініш айтады. Қытайдағы бауырларға деп дұға жасашы дейді. Біреу жасаған жоқ. Бекзат Мақсұтхан Қазірет Сұлтан мешітінің бас имамына барды. Кейін мүпти болды. Дұға жасаңызшы деді. Саясатқа кірмейміз деп Бекзатқа 2 тал құрма беріп алдап қайтарған. Міне, Бекзат құрманы жеп, зәмзәм суын ішіңіз, алып келдік қажыдан. Сон зәмзәмнің суын ішіп Бекзат шарты бойынша. Дұғасын жасағанда анау дұғаға алақанын да жайған жоқ дейді. Ана имам зәмзәм суын беріп тұрған Бекзатқа, дұғаға алақанын да жайған жоқ дейді. Міне. Сол жаңа ЛГБТ-ның әңгімесін айтайық. Сонда имамды сөйтіп сындады, журналисті бар жаңа ЛГБТ. Сөзде TikTok имамын айтады, біз саясатқа кірмейміз, ол Қытайдың ішкісі дейді. Қандай Назарбаевқа берілген тақуа адал адам. Міне. Сондықтан бұл имамдың бүкіл дәлелі, өз басымнан көрген бір дәлел, өзім өмірде көрген. Екінші әлеуметтік желіде кезіп жүрген сол сөзі. 2. Үшіншісі, бүкіл Қазақстанның Назарбаев Тоқаевтың телеарналарының жұлдызы. Сен Назарбаев Тоқаевтың телеарналары біздің атажұрттың бір азаматы, мен айтпашы, менің атым шулы ма? Атажұрттың бір азаматын сахнаға шығарды ма? Бір аңыраған, жылаған қазақты сахнаға шығарды ма? Күйеу қамалған, өлтірілген шығарды ма? Сайрагүлді шығарды ма? Қытай концлагерінен қорлық көрген қазақтың біреуін шығарды ма? Қытай концлагерінен қорлық көріп шыққан қазақ сахнада сөйлеп жатқанда эфирді тоқтатып, сахнадан қуып шыққан жоқ па? Олар бұл тақырыпты айтпайды, бірақ Назарбаев Тоқаевтың Қазақстандағы телеканалдар кімді жұлдыз жасайды? Идеологиялық орталықтан, яғни Назарбаев Тоқаевтың киембісінің идеологиялық басқару агенттігі мынаны жұлдыз жасаңдар дейді, соны жұлдыз жасайды. Сонымен TikTok имамың басында тақиясы, көк тақиясы, үстінде әдемі көк шапаны бар. Сөйтіп көк экранда жұлдыз болады. Міне. Көрдіңіздер ме? Бұның барлығы неден? Дін саласындағылардың бетбеделі халықтың алдында түсіп кетті. Дін саласындағы адамдардың бетбеделі халықтың алдында түсіп кетті. Қаңтардың кезінде олардың қай жақта екенін халық білді. Арыстағы жарылыс, қазақтың басына төнген бәленбай апат, ереуілдер кезінде олардың қай жақта екенін білді. Халық бір нәрсеге наразы болып жиналса, мұхтарам жамағат деп әкімдер шауып барып имамдарды құлағынан ұстап жетектеп алып келеді. Әгі бір жаңағы жетектеп алып келеді. Ал енді бұлай сөйле дейді, сосын ол мұхтарам жамағат сәбір қылайық дейді. Саясатқа кірмейтін имамдарының сиқосы. Енді осы абыройлар айрандай төгілген осы адамдардың базар тарағаннан кейін халықты тағы да бір басқа бір образда, бір еркін ойлы аталмыш, тырнақша ішінде, еркін ойлы, азат ойлы, жаңағы абырой төгілген имамдардың көтенінен тебетін, жамбастан тебетін, халықтың нәпсісіне жағатын, сөздерді айтатын бір қолдан бір герой имам жасау керек болып тұрды. Ана халықты сол арқылы қайтадан дінге алып келу керек. Қай дінге? Құдайдың ақиқат дініне ма? Жоқ, Назарбаев Тоқаевтың қолайына жағатын тырнақша ішіндегі дінге. Ал міне, қолдан жасалған тағы бір тұлғаны сіздерге айтты.
Әміржан Қосанов, саяси саладағы маймыл. Айдос Сарым, саясаттағы, әлеуметтік желідегі, идеологиядағы маймыл. Расул Жұмал, Дос Көшім бәрі сол. Адвокат, қорғаушылардан қандай маймылдар жасады? Абзал Құспан, Айман Омарова. Ойбай, медсестраны зорлапты қаңтар көтерушілер. Кезектесіп зорлапты дейтін сұмырайлар, осылар. Қолдан жасайды. Енді қандай? Қолдан бір ұлтшыл белсенділер жасайды. Әлгі ұлтшыл белсенділер қайтеді? Ана пәленшенің жаңағы түгеншенің бір сотына қатысып жүреді. Бірақ қайтеді? Олар былай қарасаң бір ұлттық тақырыпты көтеріп жүрген сияқты болады. Сосын айдалада жатқан өз өмірінде көрмеген, не зәбірін көрмеген Әбілязов оңбаған деп бақтайды. Әбілязов оңбаған болса, Қырапұнды неге оңбаған деп айтпайсың? Әбілязов ақша ұрлады дейді. Қырапұнды одан да көп ұрлады. Ана Атыраудың әкімі қашып кетті, Мусин қашып кетті, Алматының әкімі болған Байбек қашып кетті. Оны неге боқтамайсың? Назарбаевтың әулеті бүкіл дүние жүз жазып қойды. Бүкіл дүние жазып қойды. Бүкіл дүние жүзі Назарбаевтың қыздары, ұлдары, күйеу баласының шетелдегі Бахама аралында, Виргин аралында офшорлық есеп-шоттағы ақшасын жазып қойды. Бүкіл дүние ағылшын тілінде тұр. Оны неге боқтамайсың? Ұрының үлкені, шпионның үлкені Ақордада отыр ғой. Серікжан арандатушы, Серікжан шпион дейді. Шпионның жетекесі Ақордада отыр. Қытайдың да шпионы, Путиннің да, орыстың да шпионы сонда отыр. Оны айтпайды. Айдаладағы Әбілязовты, айдаладағы Серікжанды боқты. Енді осы активистер кәдімгі ұлтым, қазағым, қойбай ана пәленшені соттағалы жатыр, құтқарайық. Түгенше жерде қазақтарға ана азғантай бір диаспора тиісіп қойып, қазақтың мүддесін қорғайық деп ұлтшыл болып жүр. Олар кімдер? Олар да маймылдар. Маймылдар. Қазақты бір диаспораның өкілі, өзі саны 100 мың ба, 200 мың ба азғантай диаспора қазақты қырып жатыр екен, жойып жатыр екен. Соны қазақтан солар құтқармақшы екен. Ана қағылтыр кеуделі айғайлап жүрген Facebook батырлар құтқармақшы екен. Instagram батырлар, TikTok батырлар. Қазақтың 15 мың армиясы қайда? Ана 40 мың қарулы полициясы қайда? Белсенділердің біреусі ереуілге шығып қояды деп үйінің айналасында 10 машинамен күзетіп тұратын, әр машинеде 4-тен тұрған қарулы жігіттері қайда? Үкіметтің, мемлекеттің амандығын қорғайтындары пенсияда демалып жатып, анау бір диаспораның өкілі қазаққа тиісіп қойса айғайлап, шулап, сойыл алып, қолдарына күрз алып, қазақты қорғайтын сендер кімсіңдер? Қазақты қорғау мемлекеттің қызметі еді ғой. Олар қайтеді? Қазақты арандатады. Олар қайтеді? Өздерін герой қолдан жасамақ. Әне біреуді сотта қалып жатыр екен, құтқарайық дейді. Бірақ Серікжан мен Әбілязовты көргенде енді атып тастарға оқтары жоқ. Мен не істедім? Алғалы жатқан қатынын тартып алып кетіппін ба? Не істеппін? Жоқ, биліктің тапсырмасы. Бүкіл нәрседе қолдан жасайды. Мынау шайтандық жүйе, советтік шайтандық жүйе қолдан жасайды бәрін. Құдай өзі өсіріп, бір ағашты өсіріп тұрса, оны шауып тастап, орнына қолдан ағаш егеді. Оның өзін майыстырып, қиыстырып өсіреді. Оның өзін өстіген бағытын өсіреді. Міне, TikTok имамының сиқы да осы.